Қазақ халқының қонақ күту дәстүрлері. Қазақ халқы ата-бабаларынан қалған салт дәстүрлерді қастерлейді. Уақыт өте келе ұлттық сипатқа айналған қазақтардың негізгі дәстүрі қонақжайлылық болып табылады. Қазақтардың қанына ана сүтімен даритын қазақ ұлтына ғана тән асыл қасиет. Сондықтан да қонақты сыйлау, құрметтеу, қонаққа деген ілтипат көрсету бұл бала кезден қалыптасты. Қазақ қоғамында көне заманда айтылған бейресми заң бар. Ол былай дейді: келген адамды құдайы қонақ ретінде қарсы ал. Қазақ қоғамындағы қонақжайлық қасиеті міндет болып саналады. Барлық уақытта дала тұрғындары қонақты қуанту үшін қолдан келгеннің бәрін жасаған. Сондықтан әрбір жолаушы жол жүруге аттанып бара жатып, оны қазақ жерінің кез келген бұрышында қарсы алатынын білген. Үлкендерге құрметпен қарау қазақ халқының тағы бір жағымды қасиеті. Дәстүр бойынша жас кезінен бастап балаға ересектермен, өмірлік тәжірибесі бар адамдармен қарым-қатынас кезінде ұстамдылық пен парасаттылық үйретеді. Алайда жоғарыда аталған ұлттық ерекшеліктер қоғамдық қатынастардың жалпыланған нормалары мен принциптері, яғни дәстүрлері, олардың пайда болуын негіз болды. Бақытымызға орай тек қазақ халқының өкілдеріне ғана емес, сондықтан сіздердің назарларыңызға қазақ қоғамындағы кеңінен таралған негізгі әдет-ғұрыптардың тізімін ұсынамын. Қазақ халқының қонақ күту дәстүрінде қонақ пен үй иесінің арасындағы сыйластық өте маңызды рөл атқарады. Арнайы шақырылған қонақтар қос үйге құр кірме деп лайықты сый-сияпат алып келеді. Бұл қонақтың үй иесіне деген құрметін көрсетеді екен. Қазақ қоғамында қонақ рухани бірлік пен сыйластықтың белгісі, ал қонақ күту адамгершіліктің көрінісі. Қонақтың мәні тек ішіп-жеу, қайту ғана емес, жан дүниені байытып, рухани байланыс орнатуда жатыр. Қонақ күтудің адамгершілік кісілік маңызы зор. Қонақпен еріп құт келеді деген сеніммен үйіне келген қонақты құрметтеу бұл қазақ халқының ежелгі салты. Жастар үлкендердің қасында отырып, олардың даналық сөздерін тыңдап, үлкенді сыйлауға, ізет көрсетуге үйренеді. Қонақтардың тәжірибесінен, олардың өмірден жинаған ақыл кеңестерінен үлгі алып, бойларына жақсы қасиеттерді сіңіреді. Әрбір келген қонақ өзімен бірге береке, игі тілек әкелетін құнды тұлға саналады. Сондықтан қонақтарды құрметпен қарсы алу, қонақжай болу, адамгершілікті тәрбиелейтін бұл бір ерекше қасиет. Қонақжайлық қазақ халқының ғасырлар бойы қалыптасқан, бүгінге дейін сақталып келе жатқан мәдени құндылығы. Қонақ келсе, шаңыраққа бақыт пен береке келеді деп есептеледі. Қонақ күту салты тек дастархан жайып, тамақ ұсынумен ғана шектелмейді. Бұл рухани сыйластықтың, адамгершіліктің көрінісі. Қонаққа көрсетілген құрмет халқымыздың ішкі жан дүниесін, рухани әлемін, адамгершілік қадір-қасиеттерін көрсететін үлкен мәдени мұра болып табылады. Құдайы қонақ. Құдайы қонақ қазақ халқының қонақжайлығының ерекше көрінісі. Қарапайым дала өмірінде кең пейіл қазақ үйіне кім келсе де қошағын ашып қарсы алып, құрметпен күтеді, сыйлайды, ас ұсынады. Қонаққа арнайы сыбаға дайындалып, кейде ақсарбас қойын да соятыны бар. Қазақ үйіне келген кез келген адам танымаса да, арнайы шақырылмаса да, құдайы қонақ деп есептеледі. Құдайы қонақ бұл Құдай жіберген қонақ деседі. Құдайы қонақ дегеніміз арнайы шақырылмаған, бірақ күтпеген жерден келген мейман. Қазақтар құдайы қонақты ешқашан ренжітпейді, себебі мұндай қонақты Құдай айдап келген деп санайды. Құдайы қонақ үйге береке мен ырыс әкеледі деп сенген. Ал ренжісе, үйдің ырысы азаяды, дастарханның дәмі бұзылады деген наным бар. Қазақтар құдайы қонақтың артына
қызыр ілесіп жүреді. Қырықтың бірі қадір деп есептейді. Сондықтан мұндай қонақты құрметтеп, риза етуге тырысады. Екіншіден, арнайы қонақ. Бұл қазақ халқының қонақжайлылық дәстүріндегі ерекше санат, арнайы қонақтар. Ата-бабаларымыз үйінде той жасаса да, соғым сойса да, маңызды іс-шараны бастаса да, немесе алыс сапар алдында болсын, арнайы қонақ шақыруды дәстүрге айналдырған. Бұл қонақтар қонақжай шаңырақтың берекесі мен мерекесінің куәсі болуға, ерекше құрметке бөленуге арналған жандар. Қазақтар мұндай қонақтарға арнап ақсарбас қойын немесе көк қасқа тайын сою арқылы өзінің сый құрметін көрсетіп, малдың басын тартып, құрметті дастарханын жайып, бата жасатады. Мұндай арнайы шақырылған қонақтар қазақ кәдесінде үлкен орынға, ерекше мәртебеге ие болады. Келескі қонақ бұл қыдырма қонақ. Қыдырма қонақ қазақ халқындағы ерекше дәстүрдің бірі. Әдетте мереке демалыс күндері ауыл азаматтары топ болып, әр ауылға, әр үйге қыдырып шығады. Бұл сапарлар жай қыдырып демалу үшін емес, үлкендерге амандасып, арнайы сәлем беру, қал жағдайын білу, көңіл сұрау үшін ұйымдастырылады. Ауыл адамдары қыдырма қонақтарды жылы қабылдап, елеп ескеріп келген қонақ деп дастарханына шақырып, сыйлап күткен. Қонақтарды қабылдаудың бұл ерекше дәстүрі қазақтың қонақжайлылық дәстүрлерінің бірегей мысалы болып саналады. Қыдырма қонақтың жалпы пайдасы. Қыдырма қонақ дәстүрі жеке адамдардың қарым-қатынасын ғана емес, ауыл ішіндегі ынтымақ пен татулықты да нығайтады. Ауыл адамдар арасында ауызбіршілік пен ортақ мақсат қалыптасады. Адамдарды жақсы жолда жүруге шақырады екен. Бұл қазақ қоғамының бірегей ерекшелігі, әрі рухани байлығы. Қыдырма қонақ арқылы бірлікке, мейірімділікке, адамгершілікке негізделген қазақ салт дәстүрлер бүгінгі күнге дейін сақталып келеді. Қазақ мәдениетінде қонақтарға ерекше құрметпен қарайды, және қонақтардың түрлері мен олардың мәртебесіне қарай қызмет көрсету рәсімдері мен дәстүрлері бар. Ал осы заманғы, яғни жаңа заман қонақтары, бұл қазақ мәдениетінде қонақтарға ерекше құрметпен қарайды, және қонақтардың түрлері мен олардың мәртебесіне қарай қызмет көрсету рәсімдер әртүрлі түрлері де бар. Жаңа заманға қонақтар бұл келіншек қонақ, жаңа түскен келін, немесе жас әйел, отбасы мүшелері мен ересек адамдар арасында сый құрметке ие. Келескі күйеу қонақ. Бұл жас жігіттер мен ересек ерлердің арасында, отбасында, ағайындар арасында ерекше мәртебеге ие. Беташар қонақ, жаңа келген қонақ, той немесе мереке кезінде арнайы шақырылған адам. Сырлас қонақ, ағайын, туыс, дос, жақын адам, оларды үйге жиі шақырады және ерекше жылылықпен қарсы алады. Шетелден келген қонақ, басқа елдерден келген адамдар, оларды арнайы күтіммен қарсы алады және қазақ мәдениетін таныстырады. Алыс жолдан келген қонақ, ұзақ сапардан келген адамдар, оларға ерекше қамқорлық жасалады. Тамақ және демалыс қамтамасыз етіледі. Сыйлы қонақ, қоғамда белгілі танымал адамдар, оларға ерекше құрмет көрсетіледі. Құрметті қонақ, мерекелік немесе маңызды іс-шараларда арнайы шақырылған қадірлі адамдар. Қазіргі заманауи қонақтарды қарсы алу мен оларға қызмет көрсету дәстүрлері өте бай. Олар көбінесе ас дайындау, сыйлықтар беру және арнайы рәсімдерді орындау арқылы көрінеді.